Жалпы бүгінгі қозғалып отқан тақырыбымыз әрбір істі Құдайдың ризалығына негіздей алу. Өйткені біз қоғамда көріп жатқан дүние кейде осы әрбір ісімізді Алла үшін істей алмағандықтан, немесе Құдайдың ризалығына негіздей алмағандықтан көптеген дүниелерге себеп болып қалып жатамыз. Енді осы мешітте қызметте жүргендіктен көптеген кісілер келеді. Молдеке осы кезінде қиналған бір бауырыма қол ұшын беріп едім, бүйтіп едім, сөйтіп едім, кейін жағдай түзелгенде мені ұмытып кетті, немесе менімен араласпай кетті деген сияқты дүниелер сол екі бауырдың арасына ренжісуге себеп болып қалып жатады. Сондықтан жалпы біздің дініміз ислам, құрметті мұсылмандар, әрбір ісімізді Құдай үшін істеуді бізге үйретеді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі досты мысалға келтіріп айтқан уақытында, егер олар Құдай үшін, Алла үшін бір-бірімен дос болатын болса, басқа оларды байланыстыратын еш нәрсе болмайтын болса, оның бір үлкен дүние екендігін, яғни достықтың өзі Құдайдың ризалығына құрылу керек екендігін айтады. Сондықтан да, құрметті игі жақсылар, біз әрбір ісімізді Құдайдың ризалығына негіздей алсақ, жүрегіміз тыныш болады. Сондықтан ілгері өткен ғалымдарымыздан мынандай бір әдемі сөз қалған: сен біреуге бір жақсылық жасап, және одан алғыс күтетін болсаң, біл, сен ол жақсылықты оған сыйлаған жоқсың, бәлкім оны саттың дейді. Неге? Өйткені құдды бұл дүние саудагердің дүниесіне ұқсас келеді екен. Яғни мен саған ақшаңды бердім, енді маған тауарымды бер. Мен саған жақсылық жасадым, енді маған алғыс айт. Мен сен қиналған кезде қиындықтан шығуыңа себепші болдым, енді осыны үнемі есіңнен шығарма, мені көрген жерде құрметте деген сияқты дүниелер. Сондықтан да жалпы Алла үшін істейтін адам, Алла үшін мұқтажға көмектессек, Алла үшін құлшылығымызды жасасақ, Алла үшін тіршілігімізді жасасақ, Алла үшін қиналған бауырымызға қол үшін соссақ, онда біз еш уақытта ешкімге ренжи алмаймыз екен. Өйткені пенде біз әлсізбіз. Кейде біреудің жасаған жақсылығы есімізге түсуі мүмкін, кейде ол үшін алғыс айтуымыз мүмкін, кейде айта алмауымыз мүмкін, кейде білуіміз мүмкін, кейде ұмытып кетуіміз мүмкін. Ал енді бір мұсылман осы бір нәзік нәрсені түсіну керек: Алла үшін сен бір нәрсе жасасаң, оны Алла еш уақытта ұмытпайды. Және де Алла үшін бір нәрсе жасауға ниеттенген уақытымызда сол нәрсемізді жасап, одан кейін мына адам маған еш нәрсе мұқтаж емес, яғни еш нәрсе беруге, бірдеңе айтуға мұқтаж емес деген сенімде жасалу керек. Сол уақытта ол сізді ұмытып кетсе де, сізбен амандаспай қойса да, сіздің қадіріңізді жаңағы білсе де, білмесе де, бұның сіз үшін ешқандай бір парқы болмайды. Неге? Өйткені мен Алла үшін жасадым, Алла білді, Алла көрді, Алла сауабын нәсіп етті деп адамның, пенденің жүрегі тыныш болады. Тыныш болғандықтан ол жерде ешқандай реніш болмайды екен. Сондықтан құрметті момын мұсылмандар, жалпы енді Алла тағаланың өзі біздің дінімізде бізге осы нәрсені жалпы міндеттейді. Әрбір нәрсе Құдай үшін болу керек екендігін. Енді кейде намазхан бауырларымыздың арасынан да осы нәрсе байқалып қалып жатады. Бір нәрсе істесе, оны жаңағыдай міндетсініп қойып жатамыз. Немесе мешітке, немесе осындай бір дұрыс дүниелерге бір нәрселер жұмсалса, орындалса, онда соны кейде айтып қойып жатып, сауабын кемітіп алып жатамыз. Сондықтан Алла Тағала баршаларымызға бір өзінің дидары үшін, бір өзінің разылығы үшін амал жасайтын пенделерінің қатарынан етсін. Енді сөзіміздің соңын
осы уағызымызға тұздық мақсатында мына бір оқиғамен аяқтасақ, имам Абу Ханифа деген Ханафи мазхабының негізін қалаушы үлкен ғұлама, ғалым, дүниеден өткен сол кісі, білеміз, әрі ол кісі ғалым, дін ғалымы болуымен қатар үлкен бір саудагер, яғни сондай саудада да өзіндік орны бар кісі болған. Яғни табыс көзі саудамен сондай бай, қуатты кісілердің бірі болған. Сонда имам Абу Ханифа рахматулла алей өзінің айлық табысынан бала шағасына жаңағы қажетті нәрсесін, нәпақасын айырғаннан кейін артылған дүниесін өзінің арасында жаңағыдай өзінен білім алып жүрген шәкірттеріне, жағдайы төмен, жетім, жесір жаңағыдай шәкірттерінің арасына сыйақы ретінде, шәкіртақы ретінде бөліп беретін. Сонда имам Абу Ханифаның үлкен бір тағылымы, ол кісі жаңағы шәкіртақы беріп жатып, мына бір сөзді айтады екен де, қараңыздар. Мынаны беруші Алла тағала. Мен тек қана ортадағы немін? Себепшімін, яғни дәнекермін. Алла маған берді, Алла маған бергендіктен мен сендерге беріп жатырмын. Егер шүкір еткілерің келсе, Аллаға шүкір етіңдер. Алғыс айтқыларың келсе, Аллаға айтыңдар. Рахмет айтқыларың келсе, Аллаға айтыңдар деп, яғни өзінің ешқандай бір бұл нәрседе тек қана осы дүниеде тек қана себепші екендігін, мен тек қана себепшімін деп өзін себепші ретінде көре білгендігі үлкен бір бізге тағылым болса керек. Яғни мұсылман адам осы бір нәзіктікті түсінсе, Алла ризалығы үшін бір нәрсені істеген уақытта осы нәрсені ұстанатын болса, онда мұсылманның өмірі дұрыс болады. Яғни оның таным түсінігі әрбір істеген амалында дұрыс көрініс табады екен.